Қайырлы күн оқушылар. Бүгін физиканың 7 сыныптағы тжб-сын талдайық. 4-ші тоқсан. Әрине бүгінгі 4-ші тоқсандағы жазылатын соңғы тжб-ларың сәтті болсын. Өте үлкен жетістіктер тілеймін балалар. Сонымен тапсырмаларды талдайық. Бірінші, 10 метр секунд жылдамдықпен қозғалған массасы 4 кг дененің кинетикалық энергиясын табу керек. Берілгенін жазамыз. Жылдамдығы 10 метр секунд, массасы 4 кг, энергияны табу керек. Кинетикалық энергияның формуласы mv квадрат бөлу 2. Мәндерін орнына қоямын. Жылдамдықты 10-ның квадраты 400 деп жазамын. Сонда тең болады 200 джоуль. Сысыншы жауапты белгілейік. Екінші, жердің бетінен 4 метр қашықтықта орналасқан массасы 50 кг дененің потенциялық энергиясын анықтайық. Берілгені h 4 метр, масса 50 кг. Потенциялық энергияның формуласы mgh болғандықтан мәндерін орнына қоямын. Массасы 50, g 10-ға тең, h 4-ке тең, жауабы 2000 джоуль. Высыншы жауап. Келесі, жай механизм дегеніміз не? Жай механизм дегеніміз күшті түрлендіріп, қозғалыс бағытын өзгертетін құралды айтады. Жай механизмдерді блок, көлбеу жазықтық, сына, рычагтар жатады. Әрине оларды күштен ұтыс алу үшін, жұмыс атқару үшін қолданады. Төртінші, төменде келтірілген күндер жиынтығынан суретке сәйкес жердің күнге қатысты орналасу нүктелерін таңдаңыз. Мына суретте күн орналасқан, сол күнді өзінің орбитасымен жер айналып қозғалып жүр. Сонда осы нүктелерден сәйкес жердің орналасуын табу керек. Ал бұл жерде біз 8-шы тапсырма жауапты алдық. Бұнда мына нүктеде 21 наурыз, енді оның мына сы нүктесінде 23 қыркүйек, бұл уақытта күн мен түннің теңелуі болады. Ал В нүктесінде 22 маусым, ал Д нүктесінде 22 желтоқсан. Бұнда кәдімгідегі өз-өсінен айланған кезде қыс мезгілі, мынада өте ыстық, аптап ыстық жаз кезі байқалады. 5-ші тапсырмада суретте лақтырылған доптың қозғалыс траекториясы берілген, әр нүктеге сәйкес энергиялардың мәнін жазыңдар. Мысалы, допты лақтырған кезде ол қандай осындай траекторияменен көтеріліп барып жерге түсетін болады. Қатты лақтырған кезде бірінші кинетикалық энергия максимал болады. Бұл кезде потенциялық энергия 0-ге тең. Екінші нүктеге келген кезде потенциялық энергия менен кинетикалық энергия тең болады. Үшінші нүктеге келген кезде дене тоқтайды, немесе кинетикалық энергия 0-ге тең болады. Ал потенциялық энергия өзінің максимал мәніне тең болады. Ал дене төмен қарай түскен кезде жылдамдығының артуына байланысты кинетикалық энергия арта бастайды. 4-ші нүктеде кинетикалық энергия максимал, потенциялық энергия 0-ге тең болады. 6-ші тапсырмада рычаг иін берілген. Иіннің сол жағында 12 ньютон күшпенен иіннің қашықтығы 5 сантиметр. Енді осы ұзын иіні 30 сантиметр, оған қандай күш әсер ететіндігін табу керек. Қазір иін тепе-теңді күйде тұрған. Берілгенін жазамыз. E1 12 ньютон, L1 5 сантиметр, L2 30 сантиметр, F2-ні табамыз. Қолданатын формуламыз E1 L1 тең болады, F2 L2. Сондағы F2-ні тапқанда E1 L1-ді L2-ге бөлеміз. Мәндерін қойдық. 12, енді сантиметрді айландырғам жоқпын балалар, бір жүйеде тұрғандықтан сантиметрлер қысқар кетеді. Сонда 60-ты 30-ға бөлсем 2 ньютон, мына үлкен әсері, үлкен иін жақтағы күш 2 ньютонға тең болады. 7-ші тапсырмада суретте
Жұмысшы пайдалы әрекет коэффициенті 90% қондырғыны көмегіменен күшті жүкті жоғары қарай көтеруде. Былай қарасақ, міне 30 кг жүкті 1,5 метр биіктікке 2 блоктың көмегіменен тартып жатыр. Ал берілген жаздық. Пәк пайдалы әрекет коэффициенті 90%, көтерген жүктің массасы 30 кг, көтеру биіктігі 1,5 метр. Осындағы 7-ші сұрақ бойынша бірінші блоктың түрі қандай және оның қолданылуы. Мына бірінші блогым ол жылжымайтын блок. Мынау жылжымайтын блок. Жылжымайтын блок ешқандай күштен ұтыс бермейді. Қанша күшпен тартсақ, сонша күшпенен әсер ете аламыз. Ал екінші блоктың түрі қандай және қолданылуы. Мына екінші блок өз-өзінен айналады. Бұл жылжитын блок. Ол күштен 2 есе ұтыс береді. Блокқа қанша күш түсіріп тұр, соның әгіндегі жартысы күш әсер ететін болады. 7-ші жүкті көтеруге үшін жұмысшыға берілген күш. Негізінде дененің ауырлық күші емжі болғандықтан, масса 10-ға тең болғандықтан, бұл жерде 30-ды 10-ға көбейтсем 300 ньютон. Мына блок жылжымалы блок болғандықтан, ол күштен қазір 2 есе 30 беріп, мына адамдар 150 ньютон күшпенен тартса болғаны. 150 ньютон күшпенен тартып тұр. Ал 4-ші тапсырмасында пайдалы жұмысты табу керек. Пайдалы жұмыс формуласы МЖH. Масса 30 кг, G10-ға тең, биіктік 1,5, 450 жол. Бұл біздің пайдалы жұмыс. 7-нің 5-інде жұмысшының атқарған толық жұмысын табу керек. Толық жұмысты табу керек. Біз пайдалы әрекет коэффициенті дегенім пайдалы жұмыстың толық жұмысқа қатынасын 100%-ға көбейтеміз. Мұндағы толық жұмысты тапқанда пайдалы жұмысты 100-ге көбейтіп пәкке бөлеміз. Немесе пайдалы жұмыс 450-ге тең. Сол 450-ді 100-ге көбейтіп 90%-ке бөлеміз. Проценттер қысқарып кетеді. Сонда толық жұмысымыз 500 джоульға тең болады екен. Міне балалар, біз осындай 4-ші тоқсандағы өткен әгіндегі механикалық жұмыс, энергия, потенциялық энергия, кинетикалық энергия, күш моменттер ережесі, пайдалы әрекет коэффициент тақырыптарын оқыдық. Енді соның міне қорытынды жиынтық бақылау жұмыстарының жалпы мазмұны осындай болады. Болашақта жазылатын БЖБ-лары, ТЖБ-ларыңды өте сәтті жазып, 90-ды өте жақсы бағаменен аяқтауларыңа тілектеспін. Менің бүгінгі видеом ұнаса, сіздерге менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Тапсырманы толық қарап, өздерің ойларыңызды да қалдыруға болады. Назарларыңызға рахмет. Сәтті күн болсын.